Бүгінгі видеода жер бетіндегі ең ауыр кезең болатын дәджал шыққанда неліктен көптеген әйелдер адасып құрдымға кететіндігін айтатын боламын. Дәджал қияметтің үлкен белгілерінің бірі. Ол жер бетінде бүлік шығарып көптеген қамтөгіс ұйымдастырады. Сондай-ақ өзін құдаймын деп жариялап адамдарды орасан зор байлық пен тамақ таратып арбайды. Кім оны құдай деп мойындаса, мәңгілік тозаққа түсушілерден болады. Оның артынан кімдер еретіндігін біз Мұхаммед пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадистерінен байқай аламыз. Солардың арасында әйелдердің жағдайы да ерекше аталып өтті. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оған еретіндердің басым көпшілігі әйелдер болады. Сондықтан оған еріп кетуден қорқып, ер адам өз әйелін, анасын, қызы мен әпке қарындастарын байлап тастауға асықсын деп айтқан. Яғни бұл жерде байқағанымыздай, дәджалға ерушілердің басым көпшілігі әйелдер болады. Әйелдердің топырлап ұмтылатыны сонша, мұсылман еркектер әйелдердің аяқ қолын байлап, үйде қамап ұстайтын болады. Енді қазақ әйелдердің жағдайын түсіну үшін біз бірқатар жайттарға назар аударуымыз керек. Егер сіздер еңлік кебек, қамбар батыр, қамар сұлу секілді қазақ халқының махаббат жайлы ауыз әдебиеттерін оқысаңыздар, бәрінде ортақ жағдайларға тап боласыздар. Бұл оқиғалардағы қыздар жағдайы орташа немесе төмен болған жігіттерге ғашық болып, өздерін айттырып келген байлардан бас тартқан болатын. Мысалы, еңлік кебек поэмасында еңлік деген қыз өзін айттырған байдың баласын тең көрмей, кебек атты жігітпен болуда аңсағаны баяндалған. Қамбар батыр жырында Әзімбай деген байдың Назым атты өте сұлу қызы болады. Айналадағы көптеген байлармен қатар Қалмақ ханы Қараман да Назымға үйленуге ниет білдірсе де, Назым байларды да ханды да жақтырмай, кедей ауылдан болған Қамбарға тұрмысқа шығуға ынтық болғаны баяндалған. Сондай-ақ Қамар сұлу романында Қамар деген өте сұлу қызға Жорға Нұрым деген өте бай болыс келіп үйленуге ұсыныс жасаса да, Қамардың көңілі Ахмет деген кедейде болады. Яғни біз осыларға қарап бірнеше ғасыр бұрынғы қазақ қыздары байлыққа қызықпағандығын, өз сүйген жігітінің жағдайына қарамай тұрмысқа шыға бергендігін байқаймыз. Бірақ дәджалдың шығуы жақындаған сайын адамдардың байлыққа қызығушылығы арта береді. Бұрынғы заманда қыздар бай, бірақ өздері ұнатпаған жігітке тұрмысқа шығуды қор санаса, қазір ұнасын ұнамасын, бай болса болды, кете беру керек деп санайды. Біз көптеген жағдайда, егер қыздардың қайсы бірі тұрмысқа шықса, қасындағы құрбылары бірінші жігіттің қайда жұмыс істейтіндігі мен қандай жағдайда екендігіне көбірек мән беретіндігін байқаймыз. Егер қызға қарапайым жігіт пен бай жігіт қатар ұнаса, әлбетте таңдау екіншісіне түседі. Бұл біздің кезімізде қыздардың басым көпшілігіне тән жағдай. Болашақта да қыздар мен әйелдердің бойында бұл қасиет арта беретін болады, және жігіттің түрі мен мінезі ең соңғы орында қызықтыратын болады. Біз бұны дәджалдың сипатына қарап анықтай аламыз. Дәджалдың екі көзінің ортасында кәпір деген жазу болады. Оны әрбір сауатты, сауатсыз мұсылмандар оқи алады. Сондай-ақ ол өте семіз, аяқтары қисық, қара торы, қазанбас, қызыл өңді, кең маңдайлы, шашы бұйра, ұрпақсыз, оң көзі соқыр және солып қалған жүзім сияқты болады. Бетінде тыртық болып, оның әсерінен оң жақ бетінде не қасы, не кірпігі болмайды. Дәджалдың түрі шайтан секілді болады. Көріп отырғандарымыздай, дәджал өте жиіркенішті адам болса да, әйелдер оған топырлап ереді. Ол ақшасы көп, бірақ ұсқынсыз еркек болады. Дәджалдың қасында өзі секілді кәпір адамдар жиналып, оған қолдау көрсетіп тапсырмаларын орындайды. Ал оның кезінде адасқан әйелдер ақша берсең кімнің артынан болса да еруге дайын болады. Алла адамдарды сынау үшін дәджалға көптеген мүмкіндіктер беріп қояды. Дәджалға қазіргі ақшамен айтқанда әрбір адамның қалтасына жүздеген мың доллар салып жіберу түкте тұрмайды. Дәджал көптеген алтын, алмас, рубин, күміс және басқа да байлықтарды үйіп төгіп, әйелдерді қызықтыратын болады. Бір сөзбен айтқанда, дәджал ақшаны және тамақты үйіп төгіп тегін тарқатады. Ол келердің алдында аштық болып, көптеген адамдар аш болады. Қазірдің өзінде, егер бір өте бай адам шығып, адамдар қанша болсаңдар да келіңдер, көтергендеріңше ақша тарқатам десе, әлбетте аз ғана уақыттың ішінде миллиондаған адамдар жиналады.
Ол емес, көріп жүрген жағдайларға мысал келтірсек, фастфуд орталықтары ашылып, алғашқы күні тегін бургер тарқатса, адамдар бір-бірін басып кететіндей қаптап кетеді. Тәжіктер келіп Астанада жеміс жидек қойғанда, тегін тамақ деп халықтың қалай ашкөздікпен жинағандығын өздеріңіз де көрген боларсыздар. Қазақтар тоқ кезде солай жасап жатса, кейін аштықтан кейін шығатын дәджал шыққанда жағдай қалай болады? Дәджалдың ақша берудегі негізгі талабы мені Құдай деп мойындайсың деу болады. Адасқан адамдар дүниеге қызығып оны мойындайды. Кімде-кім дәджалдың Құдай екендігін мойындаса, сол кәпір болып құрдымға кетеді. Әрқашанда тегін келетін ақшаға қызықпаңыздар. Адамдар әрдайым өзі еңбектеніп, өз нәсібін іздеп табу керек. Егер сіздер YouTube'та жұмыс істеп айына 1 миллионға дейін табыс тапқыларыңыз келсе, мен комментарийде бекіткен сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар.